Жастарға бағыт-бағдар кеңес беру мақсатында Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде жастар жалын атты кездесу өткізілді. Жиында елеулі еңбегі белді бизнесі бар даралар, көшбасшылар жастармен жүздесті. Жетістікке жетудің жолдарын айтып, тәжірибесімен бөлісті. Форумға бизнес және өнер саласында биік белестерді бағындырып, қоғамдық істе көшбасшы жастар қатысты. Олар жетістікке жетудің жолдарымен бөлісті. Әдемі Есеншораева дәнекерлеуші. Ерлерге тән кәсіпті ұршықша еріп, тіпті жеке цехында ашып алған. Бүгінде өзі қатарлас біраз жасты жұмыспен қамтып отыр. Ең бастысы ерінбей еңбек ету керек дейді Әдемі. Өзім үйретіп, қазіргі жастарды, дипломсыз жастарды үйретіп, соларға жұмыспен қамтып, сол ауылдан заказдарды Қазақстан бойынша жібереміз, өзіміздің заттарымызды Ресей мемлекеттеріне сатып, және Өзбекстан мемлекеттерінен алып жатыр. Сіздерге айтарым, әрқашанда тағы да қолынан не келеді деп өздеріңіздің ішіңіздегі духтарыңызды оятыңыздар. Сіздердің қолыңыздан бәленбай зат келеді. Мемлекет жастардың білім алып еңбек етіп зор жетістікке ие болуына зор жағдай жасауда. Жастар жылының жариялануы мемлекеттің жаңа буынға беріп отырған мүмкіндігі. Осы мүмкіндікті оңтайлы пайдаланғандар шетел асып білім жетілдіріп елге абыройлы қызмет етуде. Мұндай форумдардың өткізу мақсаты мен ойымша адамның өміріндегі болатын кедергілерді жеңе білу, және де жаңағыда өмірлік тәжірибені қолдана біліп, бізді тыңдаушы аудиторияға біздің жаңағы месседж дейді ғой, өзіміздің өмірдегі кедергілеріміз, жетістіктерімізді бөлісе отырып, олардың да өмірдегі бір қиын сұрақтарына жауаптарын табуына бір үлесін тигізсе деген ойдамыз. Жеңіске жету үшін жастарға үш нәрсе керек: табандылық, төзімділік және де қырсықтық, яғни мінез керек болады. Форумда 18 жасында миллионер атанған жас кәсіпкер Нұртілек Мәлікұлы, актриса Мадина Оспан, Ақжайық аудандық мәслихатының депутаты Біржан Кухаев та өз ойларын ортаға салды. Ел келешегі үшін жауапкершілік арқалайтын жастар ең алдымен өзіне сенімді тұлға болуы қажет. Ажаргүл Алиева, Айбек Сағынғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.